алжу немесе альцгеймер. Біздің қоғамымызда көбінесе қартайған шағында есінен алжасып ұмытшақ келетін адамдарды көріп жатамыз. Кәріліктен шығар деп қолымызды бір сілтейміз де жүре береміз. Бірақ мән беріп қарайтын болсақ, алжымайды дүниеден озатын адамдар баршылық. Онда неге кейбір адамдар қартайғанда алжып ұмытшақ болады? Оның себебі мынада екен. Біз көріп біліп жүрген нәрөздердің бірі ми жасушаларына тұрып жиналып қалады да импульс өтуіне кедергі жасайды. Артынан ми жасушаларының қызметін нашарлай береді. Осының салдарынан ми семіп атрофияға ұшырайды. Мысал келтіретін болсам, егер бұлшықетке салмақ салып жаттығатын болсақ, онда ол өсіп гипертрофияланады. Егер бұлшықетке ешқандай салмақ салмай қозғалыссыз қалатын болсақ, онда ол семіп атрофияланады. Сол секілді мида қызметін атқармаса, семіп атрофияға ұшырайды болады. Осы себептен кейбір адамдар қартайғанда алжитын ауруға шалдығады. Бұл ауруды медицинада альцгеймер ауруы деп атайды.